Ал балалар, қайырлы күн. Бүгін біз көбейтінді және бөліндіні дәрежеге шығаруды үйренетін боламыз. Ол бізде оқулығымыздың 45-ші бетіндегі тақырып. Сонымен, егер екі сан 2 көбейту 3-тің сыртында дәрежеде көп болса, яғни екі сан көбейтіліп тұр, оны қалай дәрежелеуге болады? Үйренген әдісіміз бойынша біз оны жазаламыз, 2 мен 3-тің көбейтіндісін 3 рет жазаламыз, бір-біріне көбейтіп. Өйткені дәреже бізде 3 рет жазуға болады. Әр қарай ол деген сөз жалғастырсақ, 2 көбейту 2 көбейту 2-ден 3 бар, 3 2, және 3-тен өзара көбейтілетін тағы да 3 бар. Әр қарай естейміз, 2-лердің саны 3 болғандықтан 2-нің 3 дәрежесі дейміз. 3 рет қайталанып көбейтілгендіктен 3-тің 3 дәрежесі дейміз. Сонымен есептің басы мен соңына қарасақ, 2 санның көбейтіндісінің кубы олардың жеке-жеке кубтарының көбейтіндісіне келеді екен. Яғни, осы жерден мынандай ереже шығады. А мен Б-ның М дәрежесі сыртында болса, онда біз дәрежені осы көбейткіштердің жеке-жеке өзіне бере аламыз. А-ның М дәрежесі, Б-ның М дәрежесі деп жеке-жеке дәрежелеп ап, ары қарай көбейтеміз. Дәл сол сияқты, егерде бөлу болғанда қалай болады? Оған көрейік, тағы да мысал алайық. Мысалға 4 пен 3-тің 4 дәрежесі десек, 4-тен 3-тің 4 дәрежесі десек, ол деген сөз 4-тен 3-тен 4-еу тұр деген сөз. Тағы да 4-тен 3, міне 4-еу тұр деген сөз. Ары қарай ол деген сөз алымында 3-тен 4-еу бар, 4 дәреже, 4-тен тағы да 4 дәреже. Енді есептің басы мен соңына қарасақ, дәреже мынау бөліндінің әр біреуіне жеке-жеке беріліп барып, кейін дәрежелерді бөліп тастай алады екенбіз. Онда біз ережені тағы да шығара аламыз. Кез келген А бөлу Б санының сыртында М дәреже болса, яғни бөліндіні дәрежелеу үшін біз оларды жеке-жеке дәрежелеп алып, кейін бөле алады екенбіз. Бұл екінші ереже. Яғни, біз осы қағидаларға сүйене отырып, есепті шығара алады екенбіз. Ал балалар, есептер қарастырайық. Бірінші есепте көбейтінді берілген дәрежесі 20. Екінші есепте бөлу дәрежесі 10. Ары қарай не істейміз? Біз көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін дәрежені жеке-жеке көбейткіштерге беретін болғанбыз. Сонымен С-ның 20 дәрежесі және Д-ның 20 дәрежесі деп қалдырамыз. Жеке-жеке бердік. Бөлу болса да алымы мен бөліміне дәрежелейміз. К-ның 10 дәрежесі, сол сияқты С-ның да 10 дәрежесі. Осы жерде көңіл бөлетін нәрсе. Егер жай бөлшек сыртта дәреже болса, міндетті түрде жақша болу керек. Себебі жақша қойылмаса, ол дәреже тек алымында ғана қалып қою мүмкін. Және теріс санда да дәл солай. Егер теріс сан болса, алдыда минус тұрады деген сөз, онда жақша, егер сол теріс санның дәрежесі болса, онда міндетті түрде жақша болу керек. Міне осылай дәрежелей аламыз. Екінші есепке қарай, керісінше, егер олар жеке-жеке дәрежеленіп тұрса, көбейткіштер, біз оны ортақ бір көбейтіндінің дәрежесі ретінде қалай істейміз? Яғни дәреже оларда 1/8, онда 1 дәрежені жақшаның сыртына шығара аламыз. 8 дәрежесі деп 2-ның. Сол сияқты бөлуде де дәл солай. Z бөлу 6-ны қалдырамыз жақшаның сыртына. Екеуінде де ортақ дәреже 21, сыртқа шығарада аламыз. Керісінше де жаңағы формула орындалады деген сөз. Яғни, ары қарай үшінші есепке келейік. Үшінші есепте бізде жай бөлшек, яғни бөлу амалы бар бұл жерде. Z және Т деген айнымалылар бар екен. Және дәрежені дәрежеге шығару бар екен, мына жерде жақша тұр, көбейткіш тұр тағы да. Бұл есепті істеу үшін не істеуге болады? Жай бөлшекті қоям,
әзірге алымында еш өзгеріссіз қалдырам. Ал бөлімін мен сырттағы 3 дәрежені жеке-жеке көбейткіштерге бере алам. Яғни көбейткіштерді дәрежелей алам. Сонымен Z-тің 6 дәрежесінің кубы болады, T-ның 13 дәрежесінің кубы болады. Осылай жеке-жеке дәрежелеуге болады. Ары қарай алымын жазам. T-ның 41 дәрежесі. Бөлімі. Енді дәрежені дәрежеге шығаруға болады. 6-ны 3-ке көбейтсең 18. Z-тің 18 дәрежесі, T-ның 13-ті 3-ке көбейтеміз. 39 дәрежесі. Ары қарай, енді бөлу амалы деген сөз дәрежелерді қысқартуға болады деген сөз. Сонымен кіші дәреже толығымен кетеді, үлкен дәреже 19-дан 18-ге дейсек 1 қалады. Сол сияқты 39 дәреже толық кетеді, T-ның 41-ден 39-ға дейсек 2 қалады. Енді қалғанын жазу ғана қалды. Бізде бөлімде ештеме қалмады, яғни 1. Ал алымында Z көбейту T. Әріптер болғандықтан көбейту таңбасын қоймауға болады. T-ның квадраты. 1 дәреже әдетте әріпке жазылмайды. Жазылмай тұр деген сөз, ода 1 дәреже бар деген сөз. Келесі. 4-ші есепті қарайық. Бұл жерде де бірінші бізде көбейткіштерді дәрежелеп алу керек. Сонда 4К-ның квадраты болады, көбейту 3-тің n дәрежесінің квадраты болады. Міне мен көбейтіндіні дәрежелеп алдым. Бөлу, сол сияқты 4К минус 1-дің квадраты, көбейту 3n минус 1-дің квадраты деп көбейтіндіні жеке-жеке дәрежелеп алдым. Енді дәрежені дәрежелейміз, себебі сыртта дәреже бар. Сондықтан 4-тің 2К дәрежесі болады, көбейту 3-тің 2n дәрежесі. Бөлеміз осыларды, сырттағы 2 дәрежелердің әр біреуіне көбейтіледі. 4-тің 2К минус 2 дәрежесі. 2 екеуіне де кеп көбейтілу керек. Көбейту 3-тің 2n азайту 2 дәрежесі. Яғни сырттағы квадрат дәреже n-1 дәрежеге кеп көбейтілді. Яғни жақшаны ашу сияқты n-ға да -1-ға да кеп көбейтілу керек. Әрі қарай. Енді не істей аламыз? Бұл жерде 4 бар, бөлу амалы бар ортада. Онда 4-тің дәрежелері азайтылады деген сөз. Сонымен 4 2К азайту 2К минус 2. 2К минус 2 ол алында таңба минус болғандықтан плюсқа өзгереді. Көбейту, енді 3-тің дәрежелерді дәл солай. Бірінші 2n дәрежесі азайту, мына дәрежені азайтамыз. 2n минус 7 алында минус болғандықтан ол плюсқа ауысады, азайту амал болғандықтан. Деп. Енді осы жерде дәрежелерді өзара қысқартып жіберуге болады, егерде қарама қарсы сандар болса. Сонымен минус 2К мен плюс 2К кетеді, минус 2М мен плюс 2Н кетеді. Сонда қалады бұл есепте 4-тің 2 дәрежесі. Көбейту 3-тің 2 дәрежесі. Ол деген сөз 16 көбейту 9 деген сөз. Ол 96, 954, 100. Соңы тақтаның соңына кетіп көрінбей қалыпты. Соңғы жағында кішкене үзілістен кейін қойып қоятын болам, көріп аласыңдар. Ары қарай, мына 5-ші есеп деп алайық. 5-ші есепті шығарып көрейік. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай екі жақша дәрежелермен және бөлу амалы тұр ортасында. Ең алдымен әрбір жақшаның өзін бөлек-бөлек дәрежені дәрежеге шығарып, немесе көбейтіндіні дәрежеге шығарып істеп көрейік. Бірінші, сырттағы көбейтіндіні дәрежеге шығарамыз, себебі мұнда көбейтінді бар. Сонымен 4-тен 3-тің 3 дәрежесі, сыртта 10 дәрежесі келеді. Осының 10 дәрежесі. Бөлек осыған берем. Көбейту 5-тен 4-тің 6 дәрежесі, сыртында тағы да 10 дәрежесі. Осылай жеке-жеке беруге болады. Немесе бірден егерде дәрежені
Енді түсінікті болса, онда былай қарай істеуге болады. 4-тен 3-ке 10 көбейтіліп, 30 дәрежесінде бірден көбейтіп жазуға болады. 5-тен 4-тің 6-ға 10-ды көбейтеміз, 60 дәрежесі. Бөлу. Келесіде дәл солай көбейтінден дәрежеге шығарамыз. 5-тен 4-тің 12 дәрежеге 5-ті көбейтеміз, 60. Көбейту 4-тен 3-тің 5-6 30 дәрежесі. Тең. Енді біз көбейтінден дәрежеге шығарып алдық. Дәрежені де дәрежеге шығарып көбейтіп болдық. Енді тек негіздері бірдей сандарға қараймыз. Мұнда 4-тен 3, мұнда бар. Және 5-тен 4 екі жерде бар. Арада бөлу амалы. Онда біз дәрежені азайтамыз тек қана. Ұқсас негіздегі сандардың 4-тен 3-тің дәрежесі, біріншісінде 30. Содан азайтам, өйткені бөлу болғандықтан 4-тен 3-тің 30 дәрежесін. Көбейту, келесі сан негізі 5-тен 4. Оның дәрежесі 60, келесі 5-тен 4-тің де дәрежесі 60. Арада бөлу амалы. Онда азайтамыз дәрежелерді, көрсеткіштерін. 60-тан 60 азайтамыз. Тең. Енді санның өзінен өзін азайсаң, ол жерде қалатын сан 0. Яғни 4-тен 3-тің 0 дәрежесі және 5-тен 4-тің де 0 дәрежесі қалады. Өйткені 60-тан 60 азайтып жатырмыз. Ал енді кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ді беретін білеміз. Онда 1 көбейту 1 қалды деген сөз, ол бұл есептің жауабы 1 деген сөз.